Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын сабағымыз білім алушылардың сабаққа қатысуын QR-код көмегімен есепке алу модулінің баптаулары. Ол үшін мәзірлерден журнал, үлгерімдік журнал бөлімін таңдаймыз. Ашылған бетте үлгерімдік журналының баптаулары бөліміне өтеміз. Қажетті оқу жылын таңдаймыз және де келесі бөлім QR-код көмегімен қатысушылықты есепке алу бөлімінің баптауларын орындаймыз. Сабаққа қатысуды растау үшін QR-кодты бейнелеу бөлімінде ұяшықты белгілесек, онда оқытушылар үшін үлгерімдік журналда қатысушылықты есепке алу батырмасы пайда болады. Келесі QR-кодты жаңарту аралығы. Яғни бұл жерде біз қандай мән көрсетеміз, сол мән бойынша жаңартылатын болады. Келесі оқытушыға ағымның білім алушыларының келесідей пайызына қатысушылық туралы белгіні өздігінен қоюға рұқсат беру. Яғни бұл жерде біз қандай пайыз көрсетеміз, оқытушылар топтың сонша пайызын сабаққа қатысты деп белгілей алады. Яғни топта 10 білім алушы болса, оқытушылар соның 30%, яғни 3 білім алушыға келді деген мәнді қоя алады. Келесі QR-код көрсетуге болатын сабақ басталғанға дейінгі минуттар саны. Яғни сабақ басталғанға дейін қанша минут бұрын оқытушылар QR-кодты генерация жасай алады, сол мәнді көрсетеміз. Келесі QR-кодты өшіру. Яғни QR-код қай уақытта өшіру керек? Сабақ басталу уақытына сәйкес немесе генерациялау уақытына сәйкес қажетті мәнді таңдаймыз. Келесі QR-код өшетін минуттардың саны. Яғни QR-код генерацияланғаннан кейін қанша минутта өшеді, сол аралықты көрсетеміз. Келесі фронталдық оқыту жүйесі бойынша пәндердің ретімен сабаққа қатысушылықты ескеру. Яғни бұл жерде келесі мәндер қарастырылған: әр сабақ үшін бөлек растау немесе бірнеше сабақтарға арналған бірыңғай растау. Келесі циклдық оқу жүйесі бойынша сабаққа қатысудың кезектілік ретін орнату. Яғни бұл бөлімде де әр сабақ үшін бөлек немесе бірнеше сабақтарға арналған бірыңғай растау, өзімізге қажетті мәнді қоямыз. Келесі генерацияланған QR-кодты оқытушының электронды почтасына жіберу. Яғни бұл ұяшықты белгілесе, QR-код генерацияланғаннан кейін оқытушының электронды почтасына жіберілетін болады. Келесі QR-код көмегімен сабаққа қатысуды растау кезінде қашықтықты есепке алу. Бұл жерде иә және жоқ мәні қарастырылған. Егер де иә мәнін белгілейтін болсақ, онда QR-код пен сканерлеу құрылғысы арасындағы максималды қашықтық, яғни метрмен қанша ара қашықтық болады, сол ара қашықтықты көрсетіп сақтаймыз. Бұл көрсетілген қашықтықтан тыс жердегі құрылғылар QR-кодты сканерлей алмайды. Келесі оқытушыларға онлайн сабақтарды көрсетуге рұқсат беру. Яғни пәніміз онлайн сабақ болған жағдайда онлайн сабақ екенін көрсетуге рұқсат берсек, иә мәнін көрсетеміз және де баптауларымызды сақтаймыз. Осындай ретпен білім алушылардың сабаққа қатысуын QR-код көмегімен есепке алу модулінің баптаулары орындалады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.